Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті баннофи пай пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен біз електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышын, қантымызды және сары майымызды, жұмыртқаның сарысын салып, қамыр илейтін боламыз. Рецепт бойынша бізде осындай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Мендегі форма 24 см. Формаға жақсылап жайғастырып, 200 градус қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Ескерте кетейін қыздар, өзіңіздің печкаңызға байланысты пирогты піскенше ұстаймыз. Пирогымыз пісіп шыққан соң вареный сгущенкамызды жағамыз. Бір штук бананымызды кесіп пирогқа жайғастырамыз. Креміне творожный сыр, сахарная пудра, 33% сливкімізді қосып миксерлейміз. Дайын болған кремді видеодағыдай әдемі етіп бетіне жағып шығамыз. Міне, осымен біздің пирогымыз дайын. 20-30 минутта дайын болатын пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.